Ертеде, өте ертеде, қар ақырын ғана жауып тұрған ғажайып бір қыс мезгілі болған екен. Қар жамылған бір патшалық тыныш әрі көркем өмір сүріпті. Бұл патшалықта мейірімді әрі сабырлы патшайым өмір сүрген екен. Ол кесте тігіп отырып, жүрегінде бір тәтті арманды тербетіп отыратын. Кенеттен кішкентай ғана оқыс сәт болды. Ине саусағына тиіп кетті. Сол сәтте патшайым арманын есіне түсірді. Қардай аппақ, қандың тамшысындай ал қызыл, түндей қара шашты бір сәби туралы арман. Уақыт өтті, көктем келді. Ханшаның жүрегіндегі арманы шындыққа айналды. Қыз дүниеге келді. Беті қардай аппақ, бетінің ұшы ал қызыл, шашы түндей қара еді. Сол себепті оған Ақшақар деген ат қойылды. Жылдар өтті. Ақшақар мейірімді, ақылды, әсем қыз болып өсті. Бірақ оны алда үлкен сынақтар күтіп тұр еді. Бірақ бір күні үлкен қайғы келді. Ақшақардың анасы бұл дүниемен мәңгіге қоштасты. Сол күннен бастап Ақшақардың жүрегінде үлкен бос орын пайда болды. Уақыт өтті, жылдар сырғып жатты. Ақшақар өсті, ал өмір оған жаңа сынақтар дайындап қойған еді. Бір күні Ақшақар кездейсоқ бір жаңалық естіп қалады. Әкесі қайтадан үйленбекші екен. Ақшақарға бұл хабар ауыр тиді. Бірақ ол іштей, ең бастысы әкем бақытты болса екен, деп ойлады. Осылайша сарайда жаңа ханшайым пайда болды. Бірақ оның жүрегінде мейірім емес, басқа сезімдер жасырынып тұрған еді. Той думанға толы болса да, жаңа ханшайымның Ақшақарға деген көзқарасы суық еді. Ақыры мен осы сарайға кірдім. Енді бәрі менің қалауымша болады. Уақыт өте келе ханшаның мейірім азайып, Ақшақарға қаталдығы көбейіп бастады. Бірақ Ақшақар жүрегіндегі жақсылығын жоғалтпады. Ханшайымның сиқырлы айнасы бар еді. Күн сайын ханшайым осы айнаға келіп, бір ғана сұрақ қоятын. Айна, айна, айтшы маған, бұл дүниеде кім ең сұлу, кім ең көркем, кім ең сүйкімді? Ханшайым. Айтыңызшы айна, кім бәрінен әдемі? Ханшайым, осыған дейін сіз едіңіз, бірақ қазір Ақшақар сізден де сұлу. Осы сөздер ханшайымның жүрегіне пышақ тыққандай. Қызғаныш оның жанын билеп алды. Айна шындықты жасыра алмады. Қазір бұл әлемде ең көркем, ең мейірімді бұл қыз менің жыныма әбден тиді. Күн сайын менің жолыма кедергі болып жүр. Одан бір жола құтылу керек. Ханшайым қызметшілерін шақыртты. Аңшыны маған алып келіңдер. Бұл істі тек соның қолынан келеді, деді ол. Менің бұйрығым бар. Ақшақарды орманның ең алыс, ең терең жеріне апар. Ол сарайға қайта жол таба алмауы керек. Аңшының жүрегі ауырды. Бірақ ол патшайымның бұйрығына қарсы келе алмады. Іштей ол Ақшақарға зиян тигізгісі келмеді. Бұл іс жамандыққа апармаса екен, патшайым риза болса екен деп қана ойлады. Аңшы өз-өзіне сұрақ қойды. Мұны қалай зұлымдықсыз орындауға болады? Қалай біреуге зиян келтірмей жасасам екен? Аңшы Ақшақарды көрді. Ол тыныш қана кітап оқып отырған еді. Ақшақар, маған көмектесуің керек, деді аңшы. Қорықпа, деді аңшы. Ол қыздың мейірімді және аңқау екенін білетін. Мен бәрін кейін түсіндіремін. Маған сен, деді. Алда не күтіп тұрғанын ешкім білмеді. Бірақ Ақшақар жүрегімен аңшыға сенді. Біз неге осылай ұзақ жүріп келеміз? Қайда бара жатырмыз?
неге жүрегім мазасыз? Орман қоюланып бара жатты. Ақшақар, Сен мұнда қалуың керек. Саған сарайда қауіп бар. Саған жамандық ойлайтын адамдар бар. Өтінемін, қайтып барма. енді мен жалғызбын. Бұл қараңғы орманда қалай өмір сүремін? Айтпақшы достар, сендер біздің арнаға жазылдыңдар ма? Ертегілерімізге лайк басуды да ұмытпаңдар. Ал біз жалғастырамыз. Қорқамын. Бұл орман өте қорқынышты. Біреу мені бақылап тұрғандай. Мен жалғызбын бұл әлемде, ешкім жоқ жанымда. Ақыры мен одан құтылдым. Әкесі сұраса, ол қашып кетті деймін. Қазір ол іс сапарда болғаны қандай жақсы. Мүмкін маған көмектесер бір жақсы жан табылар. Мен жалғыз емеспін деп үміттенемін. Мұнда бәрі қандай кішкентай. Бұл үйде кімдер тұрады екен? Қандай дәмді. Кешіріңдер, мен қатты аш едім. Кішкене көзімді іле тұрайын. Ой, бұл кім? Қандай әдемі қыз? Неге біздің үйде ұйықтап жатыр екен? Ой, сіздер кімсіздер? Мен патшалықтанмын, қайта алмаймын. Егер рұқсат етсеңіздер, мен осында біраз қалсам болады ма? Ол бізден тым үлкен ғой. Қалай тамақтандырамыз? Бірақ ол өте мейірімді сияқты. Жақсы қалсын, бірақ үйге көмектесет. Мен көмектесемін. Мен үшін үй шаруасы түк емес. Мен жалғыз емеспін енді. Орманда мені қабылдады. Осы жерде жаңа өмір басталады. Осылайша орман ішінде жаңа тыныш өмір басталды. Ақыры ол өзін бақытты сезінді. Қорқыныш артта қалды. Бұл орман, ал сендерге балалар, біз жақсылық пен мейірім тілейміз. Егер ертегі ұнаса, арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңдар. Келесі кездескенше.